Екінші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Біз бүгін қазақ тілі пәні бойынша 9 сыныпқа арналған жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең бірінші біздің каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. БЖБ тақырыбы тәуелсіздік жылдарында Қазақстан Экспо 2017 бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқудың мақсаты тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу, бағалау критерийі, мәтін ақпаратын өмірлік мәселелермен байланыстырады. Ойлау дағдыларын деңгейін қолдану орындау уақыты 20 минут. Тапсырмаға тоқталайық. Бұл жерде мәтін берілген, мәтінді тыңдаңыз және сол мәтінге арналған сұрақтар болады. Ал мәтінді оқимыз. Тәуелсіз Қазақстанның жетістігі. Ширек ғасырдан астам уақыт әлемдік тарих үшін қас қағым сәл. Биыл бір ғана Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізу арқылы егемен Қазақстан өзінің есімін жаһандық жылнамаға жазды. Осының бәрі Қазақстанның мемлекеттілігінің негізін қалап тұрған, халқын баянды тәуелсіздікке жетелеген тұңғыш президентіміз, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өміршең идеялары мен баянды бастамаларының жемісі. Елімізді әлем таныған шақты сан түрлі жетістіктеріміз де жетілік. Солардың бірегейі Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі. 10 маусым мен 10 қыркүйек аралығындағы жаһан жұрты Еуразия кіндігіндегі қазақ елінің бас қаласына көз тікті. Тәуелсіздігінің 27 жылдығына аяқ басқанда еліміз халықаралық деңгейдегі аса ауқымды, жауапты шараны зор абыроймен өткізді. Құнарлығы сол 155 мемлекет, 22 халықаралық ұйымның қатысуымен өткен көрмеден 4 миллионға жуық адам ұмытылмас әсер алып қайтты. Орнықты дамудың даңғылына түскен Қазақстан өз жолынан жаңылмайтынын дәлелдеді. Тәуелсіз қазақ елінің бүгінгі табысының екі алтын тұғыры бар, бірі ұлттық далада жаңа мемлекет құрған елбасымыз Назарбаевтың стратегиялық саясаты, екіншісі өз көшбасшысының айналасына топтаса білген Қазақстан халқы. Ал сұраққа тоқталайық. Астана Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесіне саяхат тақырыбында естеліктеріңізбен бөлісіңіз. Қандай сәттер есте ерекше қалды? Астана Экспо 2017 көрмесіне шетелдік қонақтардан 4 миллионға жуық адам келді. Бұл көрініс 3 айға созылған болатын. Шетелдік қонақтар жай ғана Астана қаласымен шектеліп қана қоймай, Бурабай, Алматы қалаларынан саяхаттап көрнекті жерлерді көріп таң қалды. Шетелдік қонақтарға біздің салт-дәстүріміз бен қонақ жайлылығымызды көрсетті. Астана Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі тәуелсіз Қазақстанның мақтанарлық жетістіктерінің бірі. Өз тарапыңыздан мәтін тақырыбына орай тәуелсіз Қазақстанның жетістігін ойластырыңыз. Экспо 2017 көрмесінің арқасында түрлі техникалар қойылып, жаңа техниканың қалай жұмыс жасайтынын түсінді. Көрме аяқталғаннан кейін шетелдік техникалар әрі қарай жұмыс жасап тұр, тәжірибе алмастырды. Еліміздің қонақ үй, тамақтану сияқты қызмет көрсету салаларындағы кәсіпкерлерге пайда әкелді. Көрмеге келген қонақтар Астана қаласымен шектелмей, Алматы, Бурабай сияқты еліміздің көрнекті жерлеріне ат басын бұрып танысты. Жас мамандарға өсіп келе жатқан жастарға Экспо 2017 көрмесі үлкен тәжірибе болды. Экспо 2017 көрмесін елімізде өткізу үшін біз үшін жетістік болып келді.